Сәлем достар, мен сіздерге өте дәмді болып пісетін ұн қуырдақ немесе нан палау тамағын үйрететін боламын. Әр өңірде әртүрлі айтылады. Жасап көруге кеңес етемін. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, жарты стакан май құямыз. Майымыз қызғанша етімізді майдалап турап аламыз. Қызып тұрған майға етімізді салып, баяу отта 10 минут бетін жауып тұрып алыңыздар. Сол уақытта біз өзімізге ұнаған көкөністерімізді ашып, жуып, тазалап аламыз. Мен пияз, сәбіз, картоп, болгарский, помидор қостым. Ендігі кезек пиязымызға жұқалап турап, қазанымызға саламыз. Одан кейін мен барлық көкөністерді солонка етіп турап, пиязымызды кішкене қуырылғаннан кейін көкөністердің барлығын салып, біраз қасық томат қосып араластырып алдым. Сіздер осы кезде тұз, дәмдеуіштер қосып алсаңыздар болады. Менің етім қатты өткір болып тұздалғандықтан мен тамағыма тұз қоспадым. Газдың астын орташа отқа қойып 5 минут қуырып аламыз. Себебі томаттың қышқыл дәмі кетіп, қуырылған көкөністердің ерекше дәмі шығады. Енді 2 үлкен кесемен су құйып, қайнаған соң баяу отқа 1 сағат қайнатып, жақсылап пісіріп аламыз. Сол уақытта біз суға тұз, ұн салып, орташа зубала қамыр илеп, жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды пешке сиятындай етіп кесіп алып, қызып тұрған пешке 1-2 минутқа қоямыз. Егер көп қойып жіберсеңіздер, қамырымызда шариктер пайда болады. Одан кейін кесетін кезде дұрыс кесілмей, үгітіліп кетеді. Ол үгітілген қамыр қазанға салып пісіргенде жабысып, езіліп пісетін болады. Видеода көрсетілгендей турап, тамағымыздың тұзын, дәмін, суын көріп, қамырымызды салып аламыз. Қамырымыз суға батып тұруы қажет емес. Қамыр буға да піседі. Бетін жауып 10-15 минут баяу отқа қоямыз. Уақыт өткеннен кейін қамырымызды араластырып, тағы 10-15 минут пісіріп аламыз. Осымен тамағымыз пісті. Бетін өз қалағандарыңызша әрлеп, дастарханға тарта берсеңіздер болады. Парақшама тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар.